Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді бір жасағаннан шығатын, балдарыңыздың өзі сүйсініп жейтін әрі қайта-қайта сұрап жейтін сарымсақты нан дайындаймыз, яғни чесночный хлеб дайындаймыз. Өте дәмді бір жасағаннан шығатын, міндетті түрде видеоның соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз. Үстінен шекерімізді және де тұзымызды саламыз. Одан кейін бір ас қасық аштығымызды, яғни дрожжымызды саламыз. Шамалғаны араластырып, үстінен бір жұмыртқамызды саламыз. Жақсылап бір келкі масса болғанша араластырамыз. Енді үстінен алдын ала електен өткізілген ұнымызды қосамыз. Алғашта осылай лопатканың немесе қасықтың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Кейіннен осылай қолдың көмегімен жұмсақ қамыр илейміз. Қолға шамалы жабысыңқырайтын жұмсақ қамыр болуы керек. Арасында ешқандай комочек қалмайтындай бір келкі масса болғанша жақсылап илеп алыңыздар. Осылай араластырған кезде шамалы ғана қолымызға жабысатын қамыр, жұмсақ қамыр болу қажет. Дайын болған қамырымыздың үстінен 2 ас қасық шамасында сұйық майымызды құйып, жақсылап жан-жағын майлап шығамыз. Қамырдың бетін пищевой пленкамен жауып, ауа кірмейтіндей етіп жауып, 1 сағатқа көтеріліп шыққанша жылы жерге қойып қоямыз. Неге бізде 1 сағат уақыт өтті, 1 сағат ішінде біздің қамырымыз осындай кереметтей болып көтеріліп шығады. Осылай көтеріліп шығу керек. Енді қамырымызды осындай столымыздың үстіне, жұмыс істейтін столымыздың үстіне түсіріп аламыз. Қамырымызды ұзынша сопақша пішінге келтіріп, теңдетіп пышақтың көмегімен 9 бөлікке бөліп шығамыз. Қалауыңызша үлкендеу етіп те жасасаңыз болады, бірақ та сіздің қамырыңыз қазір пісу барысында тағы да көлемі бірнеше ұлғайып үлкейетін болады. Мен осындай теңдетіп 9 бөлікке бөліп алдым. Қалауыңызша одан да көбірек бөліктер жасап, кішірек нандар жасасаңыз болады. Кесіп алған қамырларымызды дәл видеодағыдай етіп, кішігірім зуалалар жасап аламыз. Барлығын осылай жасап алғаннан кейін, әрбір зуаланы осылай шамалы ғана қолмен жайып жіберіп, ортасына сары майымызды саламыз. Сары май салу міндетті емес, бұл қалауыңызша қоспауға да болады. Жай ғана осы күйінде бірден қамырларыңызды домалақ бір келкі шарлар жасап, духовкаға салып пісіре берсеңіздер болады. Бірақ мен осылай шамалы сары майдың дәмі шықсын, ерекше дәмдірек болсын деп, арасына осылай шамалы ғана сары май салып жібердім. Қалған барлық қамырларымызды да дәл осылай жайып, ортасына бөлме температурасына еріп тұрған сары майды жаққандарыңыз жақсы. Менде сары май шамалы қаттылау болып қалды. Егер де сары май қосатын болсаңыз, онда міндетті түрде бөлме температурасында ерітіп алғаныңыз жақсы. Сонда жақсы жағылатын болады. Енді барлығын осылай жинап түйіп, формасын домалақ формаға келтіріп жасап аламыз. Барлық қамырларымызды дәл осылай жасаймыз. Қамырларымыздың барлығын осылай дайындап алғаннан кейін, барлығын бір-біріне жақын етіп орналастырып, бетін пакетпен жауып, шамамен жарты сағатқа жылы жерге көтерілгенше қойып қоямыз. Көтерілуі тезірек болсын деп, осылай үстіне майлықпен де жауып қойдым. Неге бізде жарты сағат уақыт өтті, қамырымыз осылай 2 есе көлемі ұлғайды. Міндетті түрде осылай көтерілу керек. Енді бетіндегі пакетигін алып тастаймыз. Қызып тұрған 180 градус пеште 25-30 минут шамасында пісіріп аламыз. Нанымыз пісуге жақындаған кезде сары майымызды ертіп, үстіне укроп, сарымсағымызды қосып, араластырып дайындап қоямыз. Енді пісіп шыққан нанымыздың, ыстық нанымыздың үстінен бірден осы жақпамызды жағып шығамыз. Міндетті түрде нанды ыстық күйінде жағыңыздар. Сол кезде нанға сарымсақтың дәмі сіңіп, майдың дәмі сіңіп, өте керемет дәмді болып шығады. Және де дәл осы рецептпен жасап, балдарыңызға ұсынсаңыздар да, кішкентай балдардың өзі де сүйсініп жейтін болады. Бұндай сарымсақты нанды, чесночный хлебті міндетті түрде сорпа тағамдармен ұсынсаңыздар, өте дәмді, өте керемет болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге видео рецепт ұнады деген ойдамын. Алдағы уақытта шығатын жаңа әрі қызықты рецепттерді жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар.
және де лайк басып комментарий қалдыратын болсаңыздар мені одан әрі қуантатын боласыздар. Сіздермен болған арайлым, баршаңызға рахмет.